Бүгінгі ауа райы қандай? Сау. Иә, қолды көтеріп біз толық жауап береміз. Қазір жылдың күз мезгілі. Тамаша. Қазір жылдың күз мезгілі болғандықтан біздің сиқырлы тақтамыз сары пердесін жауып алыпты. Бүгін ауа райы салқын. Сосын тағы да Жаңбырлы. Жаңбырлы. Тамаша. Өйткені күз мезгілінде балалар ауа райы айта қойыңыздар. Жемістер піседі. Тамаша, күз мезгілінде бүкіл жемістер піседі екен, иә? Тамаша. Балалар, сары пердемізді ашып, қанекей керемет сиқырды тамашалайық. Қандай керемет балалар? Бұл қай мезгіл? Күз мезгіліндегі табиғат, иә? Ал балалар, енді тыңдап көрейікші, күз мезгілінде қандай? Тыңдайықшы. Тамаша, бұл ненің дауысы екен? Толық жауап берейік. Шуылдап жатыр. Неліктен бұлар шуылдап жатыр? Іңкәр айта ғой. Өйткені олар жылы жаққа шықты. Тамаша, жылы жаққа. Тамаша. Келесі тыңдап қарап көрейік. Қарайықшы барлығымыз. Төменгі жағында не көріп тұрсыңдар? Үйректер, Батыр айта ғой. Үйректер әлі бізбен бірге жүр. Бұлар неге ұшпай жатыр? Мен. Алғашқы мұз қатқанда ұшады. Тамаша, өйткені үйректер алғашқы мұз қатқанда ұшады екен. Ал балалар, қазір бізде мұз қата қойған жоқ. Сондықтан үйректер бізбен бірге әлі де бар екен. Олай болса балалар, осы тамаша, қыста ғана мұз қатады екен. Осы алғашқы үйректер ұшты. Сол кезде үйректеріміз жылы жаққа ұшып кетеді. Енді қараңдаршы балалар, біздің көліміз. Балалар, енді назар аударыңдар. Жалпы үйректердің қалай дыбыстайтынын білеміз бе? Олар қандай дауыс шығарады? Аяғын айтып, бақылдайды екен, иә? Олай болса, қазір балалар барлығымыз, қазір мен сендерге қызық ойын шартын айтамын. Қазір балалар менің үйрек дыбысы шығады. Сол үйрек қанша рет дыбыстаса, сонша рет біз санап айтамыз, жарай ма? Ол үшін балалар бізге магниттік тақтаның көмегі керек. Орнымыздан тұрып, бәріміз магниттік тақтамызды ала қояйық. Балалар, барлығымыз қолымызға магниттік сиқырлы тақтамыз бар ма? Олай болса, мұқият болыңдар. Есту арқылы тыңдаймыз және санаймыз. Балалар, үйрек неше рет шақырды? 3 рет. Олай болса, қанекей, өздерінің көлдеріне 3 үйректі және осыған сәйкес келетін қандай санды орналастырамыз? 3 санды. Қанекей орналастырып, маған тақтаны көрсете қойыңдар. Жарайсың, Аян бізде тамаша орындады. Жарайсың, Айзат. Жарайсың, Дият. Бағдат, жарайсың. Жарайсың, ұл болсын. Ернар, тамаша Бегімай. Әдемі, тамаша, бәріміз көрсете қояқ. Жарайсың, Нұрмұхаммед. Әзиз тамаша отырып көрсете ғой, көріп тұрмыз, жарайсың. Мұқият болып, тағы да тамаша тыңдап көрейік. Тамаша, біздің үйрегіміз көлдерінде жаңа неше үйрек бар еді? 3. Енді осыға неше үйректі қосамыз 4 болу үшін? Үстемелейміз. Тамаша, 1 үйректі үстемелейік. Неше үйрек? 1 үйректі үстемелейік. Жарайсың, Әзиз. Тамаша. Керемет, Бағдат. Жарайсың, Бегімай. Кезетеміз. Айзат, тамаша. Іңкәр, жарайсың. Көрсетеміз, тамаша. Жақсы, керемет. Ал енді. Көрттім, барлықтарыңды көрттім. Тамаша. Тез орнатамыз. Тез. Тамаша. Тамаша, олай болса барлығымыз көлімізге неше үйректі қондырамыз? 1 үйректі үстемелегенде қанша болды? 5. Тамаша, жарайсың. Керемет, жарайсың. Көріп тұрмын, барлығынды көріп тұрмын. Керемет. Тамаша, Батыр. Керемет, жақсы, жарайсыңдар. Тапсырманы керемет орындадыңдар. Жарайсыңдар. Біз қазір ойын орталықтарына барып жұмыс жасаймыз. Ол үшін біз өздерін жақсы көретін асықтарын арқылы қазір топтасамыз және осы асықтың түсіне сәйкес келетін өздерінің орындарына барып тапсырманы орындаймыз. Жарай ма? Олай болса, бірінші қыздар келе қойыңдар. Жарайсың,
міне әрқайсысының өздерінің асықтарының түсіне қарай орталықтарға, ойын орталықтарына бөлініп алдыңдар. Ал енді балалар мен бүгінгі ойынның шарттарымен таныстырайын сіздерге. Мына жерде бізде көк асық алған балалар өздерінің интеллектум ойындарының ішіндегі түрлі түсті пішіндер топтамасымен сендер үйректің және оның достарын құрастырасыңдар. Өздерінің тапсырмаларды ала қойыңдар. Мына жерде ағасықтағы балалар сендер IT орталығында отырсыңдар. Сендер білімлер платформасындағы керемет ойынмен ойнайсыңдар. Кәнекей ойындарды қосып ала қойыңдар. Планшетке қарап отыра қой, Әзиз. Планшетіңді өзіне бұрып ала қой. Ал мына жердегі қара асықты алған балалар менде Аян мен әдемі, сендер ақылды тышқанменен бірге үйректерге жол табасыңдар, жарай ма? Мына жерде сары орталықта, сары ойын орталығында менде балалар. Сендер шығармашылық, яғни сендер трафареттің көмегіменен үйректердің жақсы көретін өсімдіктер мен шөптерінің бейнесін бейнелейсіздер. Сол үшін өздеріне қажетті құралдарды ала қойыңдар. Асықтың астында жасырынған суреттер бар. Осы суреттерден Тоғжан қай тағамдарды үйректер жейді және кейбір үйректердің жемейтін де тағамдары бар, иә? Болмайды, үйректерге жеуге болмайтын тағамдарды сендер тауып, үйректі тамақтандырасыңдар. Жануарлар мен құстардың өз дауыстарымен сәйкестенді. Біздің балалар омбақ құрылғысындағы үйрек пен түлкі деп аталатын керемет ертегіні тыңдаймыз және өздеріне керекті мына жерден сол кейіпкерлерді алып, маған сахналап бересіңдер. Ал құрылғынды ұлбысын қоса қой. Кәнекей балалар өздеріне қажетті құралдарды алып алдыңдар ма? Олай болса, ал кәнекей жұмысымызды бастаймыз. Ала қойыңдар. Сүйектің бетінде қанша метр болса, сонша үйректі көлдің бетіне қондырамыз. Ойын тапсырма түсінікті ма? Тамаша. Тамаша. Қарайын, Айзат қара, тыңда мені. Сенің көліңнен 2 үйрек қалу керек. Сонда сен неше үйрегің артық? Тамаша. Керемет, ары қарай жалғастыра қой. Енді сен ақылды тышқанның көмегімен үйректерге жол табамыз, иә? Аян, маған мен саған мынандай шартым бар. Ортада тұрған үйрекке бару үшін қанша қадам жасайсың? 1, 2, 3. Қайда қарай бұрыласың? Оңға ма, солға ма? Солға. Солға бұрыласың және Тағымды ала басады. тамаша, ал алгоритм құрып қойды. 1, 2, 3. Солға, Солға. ара, алдыға, Алдыға. біреу.
екеуі маған сахналап бересіңдер ма? Олай болса өздеріне керекті кейіпкерлерді ала қойыңдар. Көшкетіп үйрек суға түседі. Ал түлкі не дейді содан кейін? Судан шық дейді, я. Суға келіп жер. Өзінің ақылының арқасында үйрек түлкіден аман-есен құтылған екен, е? Біз бойымызды сергітіп алайық. Бойымызды сергіп алған болсақ, балалар, ары қарай жұмысымызды жалғастырайық. Сонымен сендер бүгін қандай ойындармен ойнадыңдар? Айтамын. Ақылдан шыққанға үйрекке зор таптыр. Одан кейін қандай ойынға бардың, Аян? Суға үйректерді қоңыз. Тамаша, керемет. Ол болсын айта ғой. Біз томпақпен жұмыс жасадық. Бүгін сендер керемет жұмыс жасадыңдар, я? Ал барлықтары жұмыс жасағандардың ішінде сендерге жұлдызша, кәдеге көрсете қойдыңыз маған жұлдызшаларды. Барлығымызда жұлдызша алған екенбіз. Тамаша. Балалар, бүгін сендердің жұмыстарына мен риза болдым. Керемет жұмыс жасадыңдар. Барлықтарына жұлдызша сыйладым. Әрдайым жұлдыздарын биікте болсын. Ал бәріміз бір-бірімізді марапаттап, құрметтеп, от шашу жасап жүрейік. Кәдеге балалар. От шашуды төменнен жоғарыға қарай. Үлкен рахмет. Ал енді сендер жақсы көретін Хантал апай ойыны ойнау үшін ортаға шақырамын.